достар, қалайсыздар достар? Амансыздар ма? Шүкірсіздер ма? Жақсысыздар ма достар? Менің видеомды қарамай тұрып достар, давайте 3 секундта лайк басып, комментарий жазып, мені подписка жасаңыздар. Чай, печенье, рахаттанып менің видеоларымды қараңыздар. Ал кеттік достар. Приятно просмотр. Ал видеоға фудик деп кетеміз. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге талап азаматтар. Бүгін бізде керемет жайлы видео болады достар. Бүгін бізде Адайс және Шелзидің екеуіне кім мықты деген сұрақ болады достар. Мен достар бірден айтамын, екеуіне де фанатымын, бірақ ешкімге жақ болғым келмейді, өйткені екеуінде де мықты, екеуінде де жестко ойнайды, топовый скиллдар, неше түрлі турнирларға қатысады достар. Бізде бүгін 3 раунд болады. 3 раундта кім жеңеді достар, сол мықты болады достар. Бізде міне қазір Адайс Шелзидің YouTube каналдарына салыстырамыз. Біздегі ойындарына салыстырмаймыз. Ойындарына әңгіме жоқ, мықты ойнайды олар достар. Олар өте жестко қазақ ютубын жарып жүрген адамдар достар. Достар, енді біз видеоға кеттік достар. Ал давайте. Мен достар бірінші раундқа келдік, ал кеттік. Достар, енді Шелзида 27.882.740 просмотр достар, өте жоғары ғой достар. Не может быть достар, өйтіп жинауға. Молодец Шелзи осындай просмотр жинап жүр. Және 14 июнь және 2019 жылы ашылған оның каналы. 1 жылдық еңбек достар, 1 жылдық еңбекте осындай аудитория жинап жатыр. Мүмкін емес достар. Енді достар, бізде енді Адайс достар. Адайс қазір шығарамыз скрин. Міне Адайсда 27.396.290 просмотр достар. Оныкі 14 август және 2018 жылғы 2 жылдық еңбек осындайда жинап жатыр. Енді кім жинап отқан біліп отырған шығарсыздар. Енді Адайс жаман емес, Адайс да жестко ойнайды, скиллы бар достар онында. Енді салыстыратын болсақ достар, мені көріп отырсыздар, Адайс просто 500.000 просмотрға артық кем болып қопты достар. Ал Шелзидікі 800.000, 82, ол да нормально жинап отыр, екеуі де маған. Достар, енді бізде Шелзида бір галочка береміз, енді екінші раундқа кетеміз достар. Екінші раунд достар, YouTube каналындағы просмотрлар достар. Енді короче бізде Адайсда 146 просмотр, 47 просмотр 3 күн бұрын шығарған соңғы видеолары достар. Бұл 15 лайк және 14.000 комментарий, 418 подписчик достар. Өте жоғары достар, өте жоғары. Енді достар, біз Шелзиға кететін боламыз. Шелзидің соңғы видеосы мен лайк басып қойыптым. 28.000 достар лайк, 180.365 просмотр 3 күн бұрын шығарған, ол да 419 подписчик достар, және 17.000 комментарий достар. Өте жаман емес достар. Екеуі де жақсы жинап отыр. Салыстыратын болсақ достар, әрине Шелзида тағы бір ұпай жинап жатыр, бірақ Шелзидің хейтерлері өте көп екен, негізі 528. Достар, енді кісілер комментария жазыңыздар. Олқа салыстыруға келетін болсақ, кім ұтады деп ойдасыздар. Әрине Шелзи ұтады достар. Өйткені Шелзидің аудиториясы 1000 подписчик үлкен, ал Адайсікі де жаман емес достар. Енді салыстыратын болсақ, мені көріп отырсыздар, комментарий 2000 комментарий кем, Адайсікі хейтерлері өте көп, Шелзидікі бір жаман. Мен Адайсікі де бергім келеді, Адайсікі де тағы бір галочка берем, Шелзиға да бір галочка берем достар. Ал мен екеуіне де галочка берем достар. Мені достар осылай. Енді Шелзиде 2 галочка, ал Адайсда 1 галочка достар. Мені достар осылайша біздің видеомыз аяқталды достар. Өте қысқа болды достар. Енді мен өйткені
тез сіздерге көп видео шықпай қалды. Сондықтан мен тез видео түсіргім келді сіздерге. Осындай видеолар шықсын десеңдер, давайте лайк басып комментарий қосамыз достар, біз жалғастырамыз. I don't know why, but I want me dead. Where's my God? I just need some help, cause demons keep screaming inside my brain. I'm